Особое внимание нужно уделить детям. Их благополучие – надежная гарантия успешного будущего нашего государства. Поэтому считаю, что следующий год следует объявить годом детей. Балалар жылында мемлекет басшысының тапсырмасы негізінде республикалық Ботақан медиа кеңістігі өз жұмысын бастайды. 100% қазақ тілінде хабар тарататын балалардың медиа орталығы әлеуметтік желідегі парақшалармен арнасына осы жылдың соңына дейін 5000 контент жүктеуді жоспарлап отыр. Ботақан балалар медиа кеңістігінің ашылып жатқанына өте қуаныштымыз. Осының арқасында енді біздің балаларымыз қазақ тілінде сөйлейді деген үміттеміз. Мой сын Арсений играет на домбре. Нас пригласили в медиапространство Ботакан, которое улучшает познание в изучении казахского языка. Игі бастамаға қазақ дубляж компаниясы да атсалысуда. Алдағы уақытта түркі мультфильмдерде қазақ тіліне дубляждалып, Ботақан медиа кеңістігінде таралатын болады. Бүгінгі таңда түрлі ойындар, танымдық контенттер, музыкалық, спорттық, патриоттық бейне өнімдер түсіріліп жатыр. Барлық біздің мемлекеттік мекемелерді және де демеушілерді осы жобаны қолдауларыңызға шақырамын. Сәлем достар, қазақтың хандарымен таныстыруды жалғастырамыз. Ботақан медиа кеңістігі балалар жылында бүлдіршіндерге тамаша тарту. Существует нехватка знаний казахского языка среди казахстанцев. Я уверена, что благодаря медийному пространству Ботакан наши дети начнут говорить по-казахски. Мы живем в Казахстане и хотим, чтобы наши дети тоже знали казахский язык. Сәлем достар, қалай ойлайсыздар? Ішінде не бар? Қаусе тез жүгіреді. Көкімді там-тамде. Сәлем достар, қазақтың хандарымен таныстыруды жалғастырамыз.